махаббатым ашылып, содан кейін уже ағылшын тілінің мүмкіндіктерін көре бастадым да. Ақтармен дос болған оңай емес ше. Класста қанша адам бармыз, барлығымыз ішке шыққан еді. Ағылшын вообще без проблем. Сөйлей бересің, айта бересің любой жерде ше. Google-ға тұру дейтін бір не болатын, гештальт болатын кішкене. Американецтермен сөйлеймін, что-то мен оларды түсінбеймін. Түсініп жатса да түсінбесе де әйтеуір соны алып кетеді. Хай деп қояды да маған ше. Таңертеңмен тұрып таңғы 7-те қыдыратынбыз ғой шынымен. Хай достар, бұл Талап подкаст және оның жүргізушісі мен Әйгерім Леспекқызы. Бұл Талап подкастын жасаудағы мақсатымыз әрбіріміздің қалау мақсаттарымыз бар. Соған біз өзіміз қалай жұмыс жасасақ болады дегенді білгіміз келеді, иә? Және де жетістікке жеткен адамдардың өмір жолымен және олардың сол жетістіктегі қиындықтарымен танысу. Let's go, ендеше бастайық. Алдымда отырған Әсия және Әлшер, және бүгінгі подкастымыздың тақырыбы ауылдан Америкаға болмақ. Біз барлығымыз білеміз, әлемдік деңгейге жеткізетін ол ағылшын тілі екенін. Бірақ кейде қолымнан келмейді, қабілеттерім жеткіліксіз деп ойлап тоқтап қаламыз. Сол ойларымызды, блогтарымызды осы біздің бүгінгі қонақтарымыздың историясын естігеннен кейін бос сөз екенін түсінетін боламыз. Ендеше қош келдіңіздер Әсия және Әлшер. Өздеріңізді таныстыра кетсеңіздер, сіздерді қазір біз Бостонда оқып келген керемет жұп ретінде танимыз. Бірақ өздеріңізді толық, яғни қай жақта туылдыңыздар, өздеріңізді таныстыра кетсеңіздер. Бәріне сәлем, есімім Әлшер болады. Шымкент қаласының тумасымын, 2 баланың әкесімін. Осы Астана қаласында тұрып жатырмыз. Оған дейін Бостон университетінде Education Leadership and Policy Studies мамандығын бітіріп келіп, сол Америкада 5 жыл тұрып келдік. Қазіргі таңда осы мемлекеттік мектебімізде профориентатор және де ағылшын тілі мұғалім ретінде жұмыс жасап жатырмын. Одан бөлек жолдасым Әсия екеуміз бірігіп ашқан офлайн ағылшын тілі орталығымыз бар, соны жүргізіп жатырмыз, және де басқа да кішігірім жобаларымыз бар, сол бойынша жұмыс жасаудамыз. Мен атым Әсия. Бүгінгі подкаст пайдалы болады деген үміттемін. Жасап жатқанымызға қуаныштымын. Мен Тараз қаласында өстім, Шу қаласында туылдым. Одан кейін Бостон университетінде Applied Data Analytics мамандығы бойынша магистратураны тамамдадым. Қазір Астана IT университетінде жасанды интеллект және деректер ғылымы факультетінде мұғалім болып жұмыс істеп жатырмын. Және айта кететін нәрсе, Әсия екеуміз Ништа бірге оқығанбыз. Осы кішкентай кездеріңізде, ауылда жүрген кезде бір кейін Америкада 4 жыл тұрам деген ой болды ма сіздерде? Жоқ, мүлдем болмаған. Негізі барлық қалай басталды? Негізі 5-ші класста ағылшын тілі, қателеспесем 5-ші класста ағылшын тілі бізге қосылды. Сол кезде мүлдем бөлек әлем болған. Басқаша латын тілі не екенін түсінбей, одан кейін жаңа кішігірім мамам көмектесіп, жаңа репетиторға берді. Солай ағылшын тілінің вообще махаббатым ашылып, содан кейін уже ағылшын тілінің мүмкіндіктерін көре бастадым да. Сол бойынша жүріп уже көзіміз ашылып, ағылшын тілімен мынандай биіктерге жетуге болады екен ғой деп, оның потенциалын түсінгеннен кейін уже үлкен ғылым екенін, ол бізге жаңа осындай Бостон университетінде шетелде Америкаға оқуға түсетін көмектесетінін сол кезде көзім жетті. Оған дейін сол жүйелі түрде жұмыс істеу ғана қажет болды да бізде. Бағанадан бері айттық, Әсия екеуміз Ништа бірге оқыдық. Сол Ништа негізі көбісі ойлайды, супер интеллекттер оқиды деп. Негізі бізде қарапайым мектептен түстік сол Нишқа, және бастапқы кезде есімде жаңадан бардық. И барлығымыз класста қанша адам бармыз, барлығымыз ішке шыққан есімде болса Әсия. Және сол кезде қандай сезім болды, солармен бөлісе кетсең. Және сол кездегі Әсияны әлемдік алпауыт CVS деген компанияда жұмыс істеген жалғыз қазақ қызы дегенге қалай жеткізе алдың? Ништа оқу оңай болмады. Негізі көбісі ойлайды, мысалы, Ништа бәрі ақылды, өз сол жақта ақылды болып барды деген сияқты. Түсу экзамені қиын әрине. Одан кейінгі, мысалы, көбісі қызыл аттестатпен келген ғой. Или там жақсы отличник болып келген мектептерінде, бірақ 1-ші тоқсанда бәріміз 3 алдық. Сондай
сөйтіп жүрген кезде негізі көп мұғалімдер андай профессорлар біздің өміріміздің градиентін табуға көмектесті деп ойлаймын. Сол бағыт бағдар беріп жолымызды таңдауға ортан әсері өте көп болды. Ништа мысалы көптеген жаңа біздің мұғалімдеріміз шетелде оқып келген болашакерлер болды. Мысалы ағылшын тілінен берген Айнұр Жарқынбекқызы, негізі көп мұғалімдер болды. Бізде директордың өзі мысалы Арсен Кастаевич, одан кейін математиканы SAT-ға дайындаған ағайлар болды. Сондай адамдарды көріп, бізге неге түспеске, мысалы Америкаға барсаң күшті ғой деп ойладық. Бірақ ол кезде прям бірден түсіп кету туралы ол мүмкін емес сияқты болып көрінетін да. Одан кейін КБТУ-да оқыған кезде тоже мықты профессорлар болды. Америкада, Германияда, жаңа Россияда істеп келген сол жаңа сондай профессорлар болды. Негізі осы жерде айта кететінім, ағылшын деңгейі өте маңызды. Сол ниш кезіндегі өзім ағылшыннан шыққан кезде менде шынымен де мен қолымнан келмейді, маған басқалар үйрене алады, соларда оған деген қабілет бар, бірақ мен тілге қатты жақын емес шығармын деп ойлап, оның үстіне мен медицина таңдағаннан кейін енді көп сен айтып отырғандай ақ кімді көріп өсесің, соған қарай еліктейсің ғой. Менің сферамда ондай қатты көре бермедім да, мен прям шетелде оқып жатыр деген адамдарды. Мен ойладым, қой, медицина қатты керек емес қой, шетелге барып не қылам, лучше қазір упорымды сол медицинаға қояй, не істейін, сосын өзі сол жақтан өзімді дамыта берсем болар деген бір шетелдік деңгейді ойламаған кез болды. Одан кейін мен осы 2 жыл бұрын үлкен компаниядан клиникаға кірдім да. Ол жерде бірақ енді нелерім бәрі мұғалімдік болып, стажы бар, күшті врачтар жұмыс жасап жатыр. Одан бөлек өздері әртүрлі елдерде оқып келген, соны көрген кезде менде андай болды да, ништа мен сонда оқымай қалған нымның әсері болып тұр ғой, мен сонда өзімді шектеген екенмін ғой деп. Одан кейін как раз осы декреттік отпускқа келдім, іздедім деген сияқты. Одан кейін осы ағылшынға деген қызығушылығым осы 27 жасында ашылып жатыр десем болады, және оған себепкер сіздер. Помню, сіздердің осы орталық ашып, сол кезде видеоға түсіруге шақырдыңыздар. Сол видеоға түсіп жатқан кезде менде ой болды да, негізі уже түсініп тұрмын ағылшын керек екенін. Айтамын да, блин, оқып алу керек еді. Бірақ мендегі іштегі анандай болды. Таныс қой, танысқа білмейтінді көрсету біртүрлі ғой. Потом андай болады ғой, біз енді бір деңгейде қалып қалдық қой, мысалы мектепте үйрендің, кішкене грамматиканы үйрендің, не істедің, спикинг деңгейіне жете алмадың деген сияқты. Сол деңгейді дальше дамыту не керек екенін түсініп тұрсың да, бірақ өзіңнің деңгейінен не аласың да, мен осуждать етсеш, мә осындай жасқа келіп, эго жүрмей тұр, типа осуждать етеді деген сияқты. Уже соның барлығын уже 3 айдан кейін, шынымды айтсам, 3 ай уақытым кетті, жаңағы өзіммен не істеп. Уже сіздер әр кездескен сайын андай Америкадағы оқиғаларыңызды айтқанда, мен уже андай әлемдік деңгейге деген дайындық бастау керек екенін түсінген ой қалыптасты да. Керемет айттыңыз. Негізі ағылшын тілін оқыған кезде көбісінен байқап жатамын, оқушыларымнан ағылшын тілі керек деп, мұндай мүмкіндіктері бар деп ойлап, өз-өзін заставить етіп оқып келеді да. Ал негізі на самом деле осы сіз 3 ай болды, мысалы 3 ай оқымай өз-өзіңізді дайындадыңыз ғой. Соған өзіңіздің мақсатыңызбен байланыстырыңыз, шынайы өмірдегі. Былай айтып тұрсақ, 3 ай қорқыныштармен бір байлап тастады ғой. Былай еще жаңағы мен андай осы жерде айтқым келетіні, мен мысалға ништан осы кезге дейін оқымаған үшін ішімде андай бәрібір сопротивление андай болады ғой. Өкініп жүресің да. Бастап кеткеннен кейін уже процесс болып жатқанда сенде уже андай бұл жерде айтқым келген андай да, істемей өкінгенше, өмір бойы өкініш орнап өткенше, әйтеуір бастап кету керек екен да. Мысалға мидағы блоктарға мән бермей, мен қолымнан келмейді, маған қиын акцентім бар, не емес, процесс басталып кете ма, уже результат болады екен. Рахмет сіздерге. Уже мысалы 7 ай сіздермен оқып жатырмын, бұйыртса енді Америкаға дайындық үстіндемін, барлығы күшті болатынына уже сенім бар. Сол үшін сіздерге рахмет. Және осы жерде Әлішер мырзаның өмірі нағыз кино дер едім. Өйткені
былай қарап тұрсақ мектептегі ауылдағы мектептен шықтыңыз, одан кейін Германияда дат гранты, 2 рет work and travel мен Америкаға барып келдіңіз, одан бөлек Бостон университетінің магистранты атандыңыз. Осының барлығы қалай жеттіңіз? Өйткені бұл оңай жол емес. Сол жолыңызбен бөлісе кетсеңіз, соларды айта кетсеңіз. Енді ағылшын тілі әлемге кілт екені анық қой. Әлемге ашатын кілт. Оның мүмкіндіктері шексіз. Егер ағылшын тілін білмесе, ол Қазақстанда жүреді немесе СНГ-да, ал ағылшын арқылы әлемнің любой жеріне баруға, жұмыс істеуге, жалақы көбірек болған мүмкіндік көп, негізі айта берсе. Соны жаңа айтқандай 5-ші класста басталды, 6 жылдай осы мектеп бітіргенше оқып келдім. Одан кейін барып уже жемісін көре бастадым да. Есімде әкем екеуміз жаңағы ОБТ-дан грантты жеңіп, сол Казымпу университетіне пойызбен баратқанбыз. Сол кезде купеде жатқан бір кісі болды, аты Тәттімбет, есімізден шықпайды, әкеміз екеуміз постоянно айтып отырамыз кешке. Тәттімбет деген кісі болды, ол кісі де жаңағы шетелде оқып, осы мұнай саласында жұмыс істеп жатыр екен, сол командировка бізбен кездесіп қалды да, ол Құдай қосып қойды. Сол кезде ол ондай знактар негізі көп келеді ғой өмірімізде. Иә, сөйлесіп, сол кезде айтты, сіз АГУ-ға түстіңіз ба, екі шет тіл мамандығы ма, деді. Сіз неге шетелге бағыттамайсыз деп әкеме не істеді да, әкемнің көзін ашты. Мен ондай деңгейге ойлайтындай мақсат қойған жоқпын ол кезде. Сосын менде уже Америкаға бару керек, Англияға бару керек, Оксфорд, Кембридж деген сияқты. И сол кезде уже шетелге шығып ағылшын тілімен мүмкіндігін пайдалану керек деген мақсат болды. И бірінші жылы бітірдім, жаңағы бакалаврдың бірінші жылын бітірдім. Одан кейін сразу work and travelмен бардым Америкаға. Сол кезде мен шынайы ағылшын тілімді түсіндім, уже кішкене өз-өзімді түсіндірдім. Мен жақтағы теория оқып жүргендерім на практика ондай емес қой деп. Одан кейін уже менде Америкамен бір бонд пайда болды, бір связь. Қайтадан тағы да келу керек деген. Күшті, керемет қылып ағылшын тілі кәдімгі буст болды да менде. И одан кейін келіп екінші жыл қайтадан work and travelмен бардым, қоймай. Сөйтіп уже үшінші жылда барғым келді, бірақ мен военный кафедрада оқып жүрдім. И оның орнына жаңағы біз екінші тілім неміс тілі болды. Сол неміс тілі группаластармен бірге Германия жаңағы дады программасы арқылы дады мен Германия, Австрия сол жақтарда болып қайттық. Вот енді қараңыз, сіз оқыдыңыз, не істедіңіз? Көбісі ойлайды да, мен мысалы сізді қазір күшті историяңызды естіп отырған адам андай ойлайды, значит ол кісі мектепте оқыған ғой, не істеген, Америкаға барды, вообще қиналған жоқ, тілі күшті болып кетті ғой деген сияқты. Вот бірінші рет Америкаға барғанда сіздің тілдік қандай қиындықтарыңыз болды? Соны бөлісіп кетіңізші. Негізі Қазақстанда оқып жүрген кезде ағылшын вообще без проблем. Сөйлей бересің, айта бересің, любой жерде ше, тыңдап түсіне бересің. Бірақ ол просто көбінесе кітаптық тіл болды да, академический тіл болды. Ал Америкаға барған кезде американецтермен сөйлеймін, что-то мен оларды түсінбеймін. Қайта can you repeat please деп сұрай беремін да. Сосын барып үшінші сұраған кезде барып түсіндім. Уже listening skillдарым төмен екенін байқадым. Кәдімгі акценттерге құлағым дағдыланбағанын байқадым. Одан кейін өзімнің айтқандарым жеткізетін кезде прям академический стильмен айтатын болдым да. Ал разговорный how's it going деген сияқты сондай разговорный английский болмады да. Вот сол қиыншылық болды. Вот постепенно өсіруге болады, знать, главный процессті бастау. Және айтқанымыздай, одан кейін барып Бостон университетінде оқып келдіңіз, ол біздің Қазақстанда ағылшын тіліне мұғалім болып жұмыс жасадыңыз. Одан кейін қандай мысалы қазақтарға не жетпей жатқандығын көрдіңіз, яғни тілді үйренуде? Жақсы сұрақ. Бұл Америкада оқып жүрген кезде ең қатты байқаған мәселе болды. Өйткені мен Қазақстанда да оқыдым, студент болдым, и шетелде де студент болдым. Салыстыратын нәрсе бар да. Қазақстанда көбінесе студенттеріміз, оқушылар барлығында hard skill, көбісінде hard skill жақсы дамыған. Hard skill деген жаңағы аналитический мышление дейді, жаңағы математика, сандармен жұмыс жасау, сол жағынан жақсы оқушыларымыз. Ал Америкада ол жақта көбінесе soft skills дейді ғой, жаңағы коммуникация, адамдармен тіл табыса білу, өз ойын жеткізе білу, өз ойын сендіре білу басқаларға. Вот сондай қабілеттер жақсырақ дамыған. Не үшін? Өйткені оларда қарапайым өздерінің пәндерінде, мысалы әдебиетте өздерінің тілдері бар ғой, сол жерде де олар бір оқиғаны алады да, ол жерге сұрақ қояды, не үшін ол былай жасады, не үшін оның
ойы қандай болды, қандай мақсатқа жеткісі келді деп бір оқиғаны алып сондай сұрақ қойып сондай критический мышлениесін дамытты да. Сондай ол жерде студентке арналған білім да, студенттің өзіне сұрақ қойып студенттің өзіне білім жетілдіреді. Ал мұнда көбінесе мұғалім не болды, мұғалім бере береді, мұғалім бере береді да, Иә. оқушылар түсініп жатса да түсінбесе де әйтеуір соны Иә. алып кетеді, оқып беру керек, иә, үй жұмысын лектор. орындау керек деген сияқты, иә, лекторлық не болып кетті. Одан кейін сізде Бостондағы магистратураңыз дәл осы, яғни білім саласындағы болды, иә? Иә, Бостонда Education Leadership and Policy Studies болды, білім саласындағы көшбасшылық және білім саясаты. Және осы қазіргі жасап жатқан орталығыңыздың методикасымен енді алда бөлісетін боламыз. Иә, біз сол өзіміздің оқу орталығымызды ашар кезде өзіміздің методикамызды жасау үшін көп еңбектендік, өйткені барлық өткен қиыншылықтарында ескере отырып жаңағы 4 скилл бойынша жаңағы reading, writing, listening, speakingтарды қосып шынайы ағылшын, өмірдегі ағылшынмен байланыстырып методиканы құрдық. Енді адамдардың қабілеті де ескердік. Мысалы бір адамдар олар аудиал болады. VAK деген методика бар, жаңағы visual, auditory and kinesthetic деген. Жаңағы бір адамдар көру арқылы, флеш-карттарды көрсету арқылы, бір адамдар listening жаттығу арқылы, немесе мұғалім түсіндіріп жатқан кезде сол түсіндіру арқылы, жаңағы елестету қабілеттері жақсы дамыған. Кейбіреулер кинестетик дейді, жаңағы қимылдау, жаттығулар жасау, ойын ойнау арқылы, рол плей дейді, солар арқылы жақсы тез қабылдайды. Біз соларды да ескеріп, әртүрлі ойындарды, жаттығуларды қосу арқылы методикамызды құрастырдық. Сіздер Америкаға 2 болып, 4 болып келдіңіздер. Есімде 2 балаларыңызды да Бостонда дүниеге алып келдіңіздер. Сол опыттарыңызбен бөліссеңіздер, және осы жерде ана ретінде түсінем. Сол үшін Әсияға сұрақ қойғым келіп отыр. Жат елде еще оқу бар, жұмыс бар, 2 бала бар, бәріне қалай үлгердің, және оның барлығы қалай өтті? Барлығына үлгеру мүмкін бе? Иә, Америкада оқу былай қызығы мен шыжығы қатар жүрді деп айтсақ болады. Біз бірінші семестр бірге оқыдық, одан кейін екінші семестрде үлкен ұлымыз Бакин дүниеге келді. Сөйтіп жүріп жұмысқа тапсырдық. Ол жақта жұмысқа тапсыру прям андай full time job десе болады, толыққанды жұмыс сияқты. Таңертең прям резюмені әр жұмысқа тапсыру керек, бөлек дайындау керек, сопроводительное письмо деген сияқты. Сөйтіп жүріп жұмысқа кірдік. Негізі ортасында былай демалыстар болды, жаңа академиялық демалыс деген сияқты. Сол кездерде былай кезек барып жүрдік. Біз расписаниямызды бірдей құрастыруға тырысатынбыз да. Мысалы, бір сабақ аптасына 3 сағат болады. Сол кезде мысалы екеуі бір-біріне кеп қалмайтындай бөлек баратындай қылып сөйтіп ұйымдастырдық. Негізі бірімізге қолдау өте қатты қажет болды. Сол қолдау болған арқасында, сөйтіп ортақ мақсатқа жұмыс істеген арқасында ол мүмкін болды деп ойлаймын. Жаңадан біз тыңдап отырған, мысалы жаңадан үйленген жас семьялар болатын болса, егер бір-біріңізді қолдап жүрсеңіздер, бәрі де мүмкін. Жасап көріңіздер, тапсырып көріңіздер. Жаңа жас жұбайлар бірге келіспей қаламыз ба деп уайымдайды ғой, мысалы бәрі мүмкін деп ойлаймын. Жай ғана жасап көру керек. Балансты ұстаған отбасы деп сіздерді айтар едім. Шынымен мысалға Әлішер мырза да отбасын асырап жүр, еще оқып жатырсыз да. Көп мысалға қазіргі отбасыларда бар ғой, жұмыс істеп беріліп кетеді да. Но негізі білімді көбейткен сайын да сен өзіңнің мысалы сіздің методика шығаруыңыз, оның барлығына сол жақтағы білімге де көңіл бөлуіңіздің әсері болып тұр да. Сол осы тұста енді отбасы құрған жанұяларға қандай кеңес бересіздер? Процесске кіріп кетпеу керек. Мысалы жұмыс болып жатса, тек қана жұмыс қана көріп қалмай, типа мен асырап жатырмын ғой деп жүріп қалмай, екі жақты баланс жасау керек. Типа сен жұмыста сен жұмысшысың, сен үйде сен әкесің, жарысың, вот соны баланста ұстай білу керек та. Жаңағы мен жұмыс істеп жатырмын деп шалқайып жатуға болмайды. Сен мысалы үйге келсең, сен әке болып баланың тәрбиесімен айналысуың керексің. Мысалы бізде енді барынша барлық дүниені де ақыретті де барлығын тең ұстауға тырысамыз. Сондықтан мен де үй шаруасына да көмектесем,
және де академиялық жаңағы не даму жолына да көңіл бөлемін. Енді осы жолда мен бір қателігім спортқа кішкене көңіл бөлу керек болып тұр енді. 100% идеально Иә. бола бермейді, бірақ Иә. андай уже ойланудың өзі де мысалға көп адамдар анализде жасамайды ғой. Мысалы мен қай сферам ақсап жатыр дегенде ше, өзінің көңіліне басқалардың өмірін көреді, өзінің өміріне көңілі толмайды, и солмен андай нені өзгерту керек деп ойланса адам негізі уже сіз мысалға анализ жасауыңыздың өзі күшті не да практикада реально ойланып көріңіздер, мысалға нені өзгертуім керек, білім жетпей жатыр ма, яғни только қазақстандық білімдерді ғана ала бермей халықаралық деңгейдегі білімді алып оны Қазақстанға алып келіңіздер деген сияқты. Осы тұста Асияға қойғым келіп тұр, яғни вот қазақтар неге шетелдік деңгейге ұмтылмайды, сонда қазақтарға бір нәрсе жетпей жатыр ма, немесе себебі неде? Иә, бізде негізі қазақтарда бәрі бар ше, олар мықты бүкіл жағынан, мысалы аналитикалық ойлауы болсын, егер тырысса, дайындалса, бәрін жасауға мүмкіндіктері бар да. Бізде ойлаймын кейде орта жетпейді ма деп ше. Себебі мен мысалы бір сабақ алдым неде Бостон университетінде жүрген кезде, и сол ол жақта мысалы корейлер болды или қытайлар, индиялықтар әрқайсысы бір топ болып бірге дайындалады, жұмысқа тапсырады, қандай жұмысқа тапсырып жатсың, не істеп жатсың деп сұрайды да. И оларды көріп, мысалы олар күніне 1000 application толтыруы мүмкін да, и оларды көріп шабыттанасың. И біздің сабақта негізі қазақтар қатты болмады, мен алған сабақта. И ол жақта мысалы кімнен не сұрарын білмейсің, қандай жол керек, не істеу керек, не дайындау керекін білмейсің. Әке примерно ютубтан, гуглдан қарап жүрдік та, негізі былай басқа адамдардың да тапсырғаны, олар не істеп жатқанын білген өте пайдалы деп Бұл ойлаймын. жерде еще коммуникацияға тіл де керек қой. Иә, олармен сөйлесе алып, жеткілікті. олардың негізі былай американдықтармен, ақтармен дос болған оңай емес ше. Олар бүйтіп ашыла салмайды, өзінің бүкіл мысалы отбасылық жағдайын айта бермейді да, былай сыртпен жаңағы смол токпен бір-бірімен қарапайым границамен всегда жүреді да. Иә, ондай ашылу үшін кішкене біраз уақыт кетеді, сен оған кәдімгі еңбек сіңіруің керек, олармен жақсы көбірек сөйлесуің керек деген сияқты. И сол кезде біз вот жаңағы кореянка подругамыз болды, мысалы сол қызбен бірге тапсырып жұмысқа тапсырдық, мысалы CVS-та жұмыс істеген кезде ондай одан кейін басқа коллегалар болды. Сол орта пайдалы болады деп ойлаймын негізі. Орта керек деп. Мысалы көбісі қорқады ғой мықтылармен араласуға деген сияқты. Соған қатысты не ойлайсыздар? Мысалға мықты компанияға мен деңгейім жетпей жатыр деп қорқады, немесе мысалға өзіне мықты деп санаған, іштей сен оны мықты деп санасаң, уже андай онымен сөйлесуге де батпай тұрасың ғой, вот сондай кезде қалай жеңуге болады оны? Иә, просто отказ алып үйрену керек. И сосын бізде мысалы КВТ-да жүрген кезде Google-ға тұру дейтін бір не болатын, гештальт болатын кішкене. Бәрібір Google-ға, Booking-ға или Amazon-ға жұмысқа тұрсам, сол жақта істеп көрсем, көп айтышниктердің арманы ғой негізі. И біз сол Бостонға барған кезде қастан қайтып кетеміз, енді отработка жасау керек болашақпен деп қайтамыз деп ойлап жүрдік та. И жұмысқа тапсыру туралы қатты тырыспағанбыз. И жаңа сабақта көрген достармен, сол группаластармен олардың тапсырып жатқанын көріп, неге мен тапсырмасқа, неге олар жұмысқа кіріп жатса, неге ол біз үшін мүмкін емес деген сияқты ойлар пайда болды. И сол кезде кішкене блоктар шешіле басталды деп айтсам болады. Себебі оған дейін мүмкін емес сияқты болып көрінген. Гуглдың өзінен прям қаншама оффер алып жатты адамдар. И сосын таңғы 6-да тұрып библиотекаға барып сөйтіп тапсырып, жұмысқа тапсыратын. Еще бакен бар, бакенді мысалы Айшар мырза алып қалады. Ол үлкен қолдау негізі. Қорықпау деген осы жерде де андай көмектесіп тұр ғой. Иә, сөйтіп алып қалады. И сөйтіп қанша рет тырысып көрдің? Иә, бір негізі 1000-дан аса application толтырдық. Қанша 150-дей компанияға тапсырып, и CVS-ға кірген кезде ол мысалы Google-дан да жоғары мысалы рейтингта тұрады екен, жаңа ең бай топ 5 компания кіреді дейді ғой. И сол жақта мысалы 300 000 сотруднигі бар, или 9000 еще несі бар, 9000 филиалы бар. Сондай компанияда жұмыс істеген кезде ол гештальтың жабылды десе болады ше. И ол жақта Google-дан да, Google, Apple-дан да мықты компаниясы ма? Ол жерде еще жалғыз деген қазақ қызы. Иә, сол и неге қызы ғана емес, қазақтар тырыссын, сондай мүмкін негізі. Адамы десе. Ол жақта вообще қазақ. Негізі қазақ істемеген. Ешқандай қазақтың ойына сол компанияға
тапсырып жұмысқа тұрам деген ой болмай қалған болып тұр. Сол нені еще андай сындырып тұрсың ғой сен. ол еще андай компанияда ақтар ғана істейтін, в основном шетелдік азаматтар аз істейтін компания ғой былай. Өздері кішкене андай несі diversity азырақ та, енді көбейтпесе былай СНГ-дан істеп жатқан адамдар өте аз. И сондай бірнеше салада жұмыс істейді, медстрахование, жаңағы ритейл деген сияқты. И сондай алпауытта жұмыс істеп көргеннен кейін ол қазақтарға мүмкін екен, неге біз оны істемеске, жалпы тырысып көрсін, дамысын, и оның бәрі андай мүмкін екеніне көбірек көзім жетті да. Осыдан қорытынды мықтыларға ұмтылу керек, отказдан қорықпау керек, және бір армандап қаладың ба, соған жету керек қой. Өйткені я помню, кім Әсия осы неге бізде ништі бітіргеннен кейін КБТУ-ға түсті, одан кейін нұға түсем, не деп, нұға еще түспей қалған не бар, мысалы уже Қазақстанда дайындалған ғой, андай отказбен жұмысқа шы. Керемет. Қазақстан негізі көп компания жұмысқа алмаған. Былай негізі біз 2 жылдан кейін қайтып келдік қой, оны айтып берейік кішкене. Болмай жатса, значит, ащы істей бер, одан да күштісі ашылады деген нәрсеге күшті не ғой. Біз негізі оқуға түскен кезде болашақпен 2 жылға ғой, енді магистратура біз 1,5 жылда бітіріп уже бүкіл заттарымызды жинап, ар жақтағы квартирамызды сдавать етіп, бәрі чемоданымызды жинап қайтып кеткенбіз. Бірақ сол қайтардың алдында біз сыбыс болды да болашақтан. Бұрын негізі онда рұқсат бермейтін, оны оқуды бітіргеннен кейін сендер сразу қайтып отработканы бастау керексіңдер деп. Бірақ сондай сыбыс болып жатты да. Енді осы жылдан бастап, сол біз бітірер жылдан бастап оқып бітіргендерге 1 жылға рұқсат беріп бастайды деп болашақ. Өйткені ол жақта қанша теорияны оқисың, бірақ практиканы білмей, просто келіп сол теорияны ол жақта пайдалану керек. Ал бірақ оны оқыған нәрсені практикамен ұштастырып, Қазақстанға келіп сол практиканы жалғастырып кету да. Енді өте керемет мүмкіндік. Соны біз әлі рұқсат бермесе де, Ася таңғы 6-та, даже 5-те тұрып алып Starbucksқа кетіп қалатын, мана бала ұйықтап жатыр, кішкене қарай тұратын. Сөйтіп жүріп тапсырды, бірақ отказдар болды, нелерден интервью болды. Сөйтіп болмаған соң әлі болашақта әлі рұқсат берген жоқ, әлі ашылған жоқ, комиссия шешкен жоқ. Сонымен қайтып кеттік, Қазақстан келдік, ол жақтан Ася жұмыс іздеді, мен жұмысқа уже тұрып қойдым. Сөйтіп бастап кеткен кезде уже CV-стен не келеді ғой, жаңағы приглашение келеді ғой интервьюға. Біз уже Астанада жүрміз, сосын Шымкентке сразу билет алып ұшып, жаңағы бүкіл нені дайындаймыз, не болады, помещение дайындап, сол жерде интервью болды. Қанша сағат интервью? Беген жерден не болды ма? Иә. 3 сағат интервью дайындалып, әйтеуір сөйтіп өтіп, сосын оффер келді. И сөйтіп болашақтың не істеп, официально жаңағы отсрочкаға документтер тапсырып, сөйтіп 2 жыл жұмыс істеп келдік қой сол жерде. Қайтып обратно кеттік қой. Иә. То есть қалауына қарай жылжып, еңбек етіп, тырыссаң барлығы болады. Главное андай, бізде мысалы мен андай ойланып отырмын да, анализировать етіп, сол кезде андай біз бір нәрсені қалаймыз да, бір нәрсе қазір осы әрекет жасасам, осылай болады деп уже андай болашағыңды ойлап қоясың, картина, и болмай қалады да, все, бұл менікі емес деп ойланып кетесің ғой. Ондай болмау керек екен да, мысалы сіздердің айтқан историяларыңыздан түсініп отырғаным, ең бастысы андай қолынан келген бәрін жасай берсең, Алла тағала андай сенің қалағаннан да кереметін береді деген мысалы күшті не болып тұр да. Маған екі отказ берді деген сияқты. Қазақстан жүрген кезде мен көп компанияға тапсырғам. Қазақстан алмады, мысалы Макинс, Эпам бәрі алмады. Сосын соңында мысалы Сивестан оффер келген кезде прям біз өте қатты таңғалдық ше. Еще андай прям мировой историядағы бірінші не болып тұр ғой, кейс болып тұр ғой. Қазақстан мысалға CBS-тағы қазақтардан не алған кезде, резюме алған кезде олар вообще шок болды ше, мыналарды тапсырады екен ғой деген сияқты. Осы жерде айтқым келетін еще, сіздер өздеріңіз ғана шетелді көрген жоқсыздар, еще ата-аналарыңызға Американы көрсеттіңіздер, ол жаққа апарғандағы сезімдеріңіз қандай болды, және мысалға соншама еңбек етіп осындай дәрежеге жеткен кездегі ата-аналарыңыздың сезімі қандай мақтаныш сезімі болды ол кісілерде? Енді әр перзенттің бір мақсаттарының бірі сол ата-анасын қуантып, ата-анасын үмітін ақтау ғой. Сол жолда менің де бір ішкі жаңа Work and Travel'ға барып жүрген кезде мен осыны Американы әке-шешем көрсе екен деп 2 рет бардым ғой уже. Күніге хабарласам әке-шешеммен көрсетемін, мына жақта мынандай екен деп ерекшелігін айтамын. Ол кісілер де барғысы келеді. Сөйтіп сол Бостонға барып, сол оқып жүрген кезде
ата анамның атынан визаға тапсырдық. Сол жерде бір рет отказ болды, екіншіден кірген кезде сол кезде 10 жылға виза берді, қуанып кеттік. Бірден билет алып сол шақыртып бізбен бірге 5 ай болып сол жақта Американы көрдік, қыдырдық, Нью-Йоркқа бардық. Сол жерде енді ата ананың қуанышы, яғни балаша қуанады ғой ана жерде ше. Бұрындары видеодан, кинодан көретін нәрсе мына жерде өздері көріп жүр. Енді ол да енді ата ана үшін абырой ғой, баласы шетелге апарып әкеліп қыдыртып жүрген деген сияқты. Ата аналар да енді баласының жетістігімен қуанады ғой. Сол кезде уже бір мақсаттарының бір кіші бөлігі жаңағы кішкене болсын ата анамның үмітін ақтадым деп ойлаймын. Мгм. Негізі көбінесе ата аналар андай мен шетелге шығамын демейді ғой. Оның үстіне ол кісілер ондайды көрмегеннен кейін и андай да қалай шығару керек ол кісілер. Мен өзім опытыммен бөлісетін болсам, біздің тоже ата анамыз бір шетел демейді. Сендер көріңдер не, өйткені енді оқуда Жақсыңдар ғой неден, деп. иә, оқуда неде мен тоже шетелге шығып келіп жүрдім да. И маған да андай біз шығайық, бірге шығайық деп айтсақ, жоқ сен өздерің көре берсеңдерші неге деп айтатын, отказ алатынбыз ғой. И осы 25-те біз отбасымызбен Турцияға шықтық. И ол кезде де қарсы болды. Ой, мына жақта жұмысымыз бар дегенде ше. Одан кейін біз уже сізге болды, билет алып қойдық. Барасыз дегеннен кейін уже отказ бере алмайтын болып қалғаннан кейін барды. И ашылып кетті, әлемге ашылды. Главный бір рет апарып келсең уже ашылады екен да. Қазір қай жаққа барсақ болады деген сияқты уже ойлана алады. Және Ася осы вот сендер ата аналарыңды қыдыртып не істеп жүрген кезде өзің тоже сенде қандай сезімдер болды? Шетелге барған кезде ол кісілер негізі барам демейді ғой, ақшаларыңды құртпаңдар, жинаңдар, бізге құртып не қыласыңдар деп сөйтіп не істеп, бірінші жыл бізде тоже отказ болды, екінші жыл бәрі бірге алды ғой. Сосын мама да келді, тоже сол жақта 3-4 айдай болды. Басында жоқ бармаймыз, еш жаққа бармаймыз деп, сосын музейлерге жаңа или Тынық мұхитына барған кезде прям күшті чувстволар болды. Парктерді мысалы әртүрлі мадам Тюссоға барған кезде әр фигурамен түседі ғой енді ана мысалы еще өздерінің заманындағы мысалы Амитах Баччан дейтін ғой, сондай мысалы индиялық андай артистерді көрген, солар түсіп мынамен түсір, давай келесімен түсір деп, бір андай ағаш болса да гүл болса да бәрімен суретке түсіп сондай қызық болды да. Иә, еще андай болады ғой, мысалға бір театр нелер тұрады, жүріп жатқан кез көріп қалса, че мынаған кірмейміз деген сияқты. Былай Қазақстанда жүрген кезде, не істеген кезде бір андай бәрі шектелетін сияқтысың да. И вот деп андай әлемге ашылу шынымен болады. Ол не только типа шетелге көргің келеді деген андай уже сезімдері басқаша болып бастайды ғой. Вот сол нәрсе әсер ететін сияқты. Бала сияқты қуанып. И ол кісілердің жастық шағында ондай болмады, мысалы қатты шыға бермей шетелге деген сияқты. И сол шетелге шыққан кезде олар бізге негізі қаншама еңбек сіңірді ғой, қаншама курстарға жіберді, білімімізге бүкіл тапқан таянғанын бала шағасына жұмсайды ғой. И сол еңбегі ақталды деп ойлаймын енді. И ата аналар біздің кішкене бір уайымсыз андай енді қиындық қатар жүреді, бірақ относительно ол жақта өмір сүру сапасы сондай жоғары ғой, өмір сүру деңгейі жоғары. Сондықтан сондай өмірді көріп бір жеңілдеді ма деп ойлаймын да. Сол мүмкін болды осы, хотя балаларымыз сондай өмірді көрді деген сияқты бір қуаныш сезімі болды деп ойлаймын. Айшер мырза, сіздің әкеңіздің Америкаға барардың алдында тілін дайындап, яғни дайындалған ғой. Енді сіздер вот визаға 2 рет отказ алып, бірақ екіншісінде уже не алған, одобрение алғаннан кейін кәдімгідей Айшер мырзаның әкесі дайындалып не істегенін естігенде мен прям таң қалдым. Көбінесе шынымен жаңағы тура шетелге қараған сияқты білімге де қатты ашық бола бермейді үлкен кісілер. Бірақ сіздің әкеңіз 60-ға келдім демей, все барған кезде вот коммуникация құрғым келеді деген сияқты ағылшын тілін оқығандығым мен прям шок қылып десем болады. 60 жастағы адам ағылшын тілін үйреніп жатқанда біздің жоқ мен қолымнан келмейді, оқи алмаймын деп айтуымыз енді ұят сияқты. Сол визаны алған кезде уже точно ғой келетіні. Аз уақыт, бірақ сонда да 1,5 айдай ма дайындалды. Көке, сіз барыңыз ағылшынша курсқа барып оқыңыз, барынша жетілдіріп келіңіз ағылшын. Мына жақта келген кезде мысалы бізде әрдайым бос бола бермейміз ғой, оқу бар, еще жұмыс бар. Сол жағдайда мысалы әке шешеміз өздері жүріп қыдыра беретіндей жағдайда болса екен дедім да. Сонымен папам
қызығып оқып жаңа курстан кішігірім болсын жаңағы элементар уровень не істеп алды, жеткізіп алды. Солай анамды алып алып қыдырып өздері жүретін тұғын. иә мысалы магазинге барып ана тұз іздеп сөйтіп оны Google переводчикпен аударып сөйтіп солд екенін біліп алып сөйтіп кәдімгідей сол жақта жүріп ыыы деңгейді кәдімгідей көтерді деп айтсақ болады иә. Сосын I'm outside деп сөйтіп көке айтады да мысалы қайтасыңдар келе жатсыңдар ма I'm outside деп қояды да ағылшыншаны қосып сондай уже осы атмосфераға кіріп тұста кеткен енді да. сіздердің жобаларыңызда білеміз, сіздер тек қана балалар, студенттерге ғана емес, үлкендерге де пайдалы болсын, түсінікті болсын деп методикаларыңызға осы инстинктпен үйренуді қосып жатқандарыңызды, оны қалай түсінуге болады? Ағылшын тілі негізі былай Американың тілі немесе Англияға арналған дүние, ол бізге қатысы жоқ. Біз оны тек қана сабақта оқимыз немесе мектепке қатысты бар деп сөйтіп, или IELTS-қа қатысы бар деп сөйтіп бөлмеу керек та. Ол универге ғана қатысты емес, мысалы ол күнделікті өмір. Мысалы біз тамақ ішіп жатсақ, спортпен айналыссақ, далаға шықсақ, мысалы бір жерге қонаққа барсақ, оның бәрі ағылшын тілі. Негізі қоршаған әлемнің бәрі ағылшын тілімен тікелей байланысты екенін түсінсек дейміз да. Мысалы бүкіл затты ағылшынша айтуға тырысып, өзін еститін, негізі мысалы бірнеше арнадан біз қабылдаймыз ғой ақпаратты. Мысалы соткадан да қабылдап жатқан кезде соны ағылшыншаға аударып, қабылдайтын контентін де ағылшыншаға ауыстырса, жаңа еститін өлеңдерін, әндерін, мысалы бүкіл ақпаратты, подкасттарын бәрін ағылшыншаға ауыстырса, ол уже адам ағылшынша ойлана бастайды деп ойлаймыз. И сол ойлану тілі ағылшыншаға ауысқан кезде адамның ішіндегі бар білімі шығады деп ойлаймын. Себебі тіл бірінші үйренгеннен сразу шығып кетпейді да, адамға көріне бермейді. Мысалы спикинг неге менде айтылмайды, мен райтингті дұрыс жазамаймын деген сондай проблемалар болады ғой. Соларды шешу үшін негізі ойлану тілін ауыстыруға тырысып. Вот менде сондай болды ғой, мен спикингімнан қиындықтар болды. Одан мен грамматика негізі, вот Әлішер мырзаның методикасымен үйренгенше ұмытып қала беретін ше. И уже мен ол кезде, оказывается, андай жаттап алатын болғанмын ғой грамматика. И ол есіңнен шығып кеткен, конечно, сен ұмытып қаласың. А қазір уже ағылшынды сіздің методикаңызбен оқығанда ерекшелік андай болды да, түсіну. То есть әр шақтың өзін сіз күшті түсіндіресіз да, мысалға вот осындайды айтқың келген кезде, вот осы шақ қолданылады деп, анау реально сол бір Америкада жүргендей елестетемін да, вот осындай кезде мен осы шақты қолданады екенмін, сіз еще андай мысалдармен айтқанда, вот олар осылай сөйлейді, көбінесе шынымен сіз айтасыз ғой, 5-ақ шақты негізі олар уже андай мида не кетеді да, андай қиын деген нәрсе. Өйткені біз ойлаймыз ғой, 12 шағын бәрін біліп алу керек, бәрін жаттап алу керек деп, уже қиын, миың қиын деп қабылдап тұрса, ол қиын болады екен шынымен де. Қазір уже жоқ, оның бәрі жеңіл, сіздердің айтқан жаңағындай жеңіл деп қарап, уже басқаша көзбен қарайсың да, уже бұрын қараған грамматиканы басқа көзбен қарайсың ғой. Вот реально шынымен де ол күшті көмектеседі. Сіз айтқан natural approach, жаңағы шынайы өмірмен байланыстырып, шынайы өмірдегі ағылшынды жеткізу. Қазір ағылшында уже бұрынғы ағылшын мен қазір ағылшынның айырмашылықтары бар. Оларды да жеткізе білу керек. Қазір шынайы өмірде американецтер қалай қолданады, ағылшындар қалай қолданады деген сияқты. Одан бөлек сіздердің immersive, мысалы сіз айтпақшы, immersive ортаға жаңағы ағылшын қоршаған ортаның бәрін ағылшынша жасап, уже күнделікті өз-өзіне сөйлесе, адам өз-өзіне сөйлесе, сол сөздерді ағылшынша аударып бастаса, өзінің ойында ағылшынша аударады да, ішіндегі пассивный knowledge, пассивті vocabulary бәрі сыртқа шығады да. Мен бұрын оқыған кезде вот сол кабинетте ағылшын қалып қалатын. Ну, особо негізі былай ағылшын курстарға бармадым, өйткені маған қиын деп ойладым да. И нишқа түсер кезде бір ай дайындалғам. И соны өзі жеткілікті болады деген ой болған ғой. Қазір ойласам күлкім келеді. Және андай да, мен андай ойды алып тастадым өзімнен. Қазір енді бұйыртса қызымды өсіріп отырмын. И ол қызыма уже қазір туылғаннан сол нәрсені қалыптастыру дегенді үйрендім ше, сіздердің жандарыңызда. Одан бөлек әр жүрген жерінде ағылшынша ойлауға тырысу деген сияқты. Өйткені қазір көп ата-аналар бар ғой, ертең керек болған кезінде ағылшын оқып алады, сол да жетеді деген сияқты. Ол моментте қазір конкурентно способный, шынымен мысалға біз нештің өзіне қатты дайындықпен барған жоқпыз, бірақ ол кездегімен қазір салыстырсақ, дайындықсыз вообще нишқа түсу қазір невозможно. Өйткені только білім жетпей жатыр, ол жаққа стратегия керек деген сияқты. Тура сол сияқты ағылшында ол кішкентай кезінен үйренсе, болашақта сол
әлемдік деңгейге жете алатындай ойлана алады да, ағылшынша ойлану дегенді қалыптастыра алады деген. ағылшын тілі ой. ол тек қана сөйлеу емес қой. Иә, Ағылшын тілі жай ғана өзін не істеп жатқанын айту емес, Иә. істегенін айту емес. Ол ағылшын тілі деген ол үйреніп жатқан кезде өте маңызды нәрсе. Критикалық сыни ойлау қабілеті бар емес па, соны дамыту керек та. Өйткені олсыз көп оқырмандардың шәкірттерінен байқаймын, басында сондай не болады, барьер болады. Сұрақ қоямын, мысалы айтамын what's your favorite food деп, мысалы сүйікті тағамың қандай деймін, сосын манты деп қояды, болды, сөзбен, жауап иә. айта алмайды да. Ал оны үлкен аргумент ретінде жеткізе білу қажет та. Оны жаңағы менің сүйікті тағам манты, себебі оның ішінде мынандай менің сүйікті ингредиенттерім бар. Мысалы алдында менің анам пісіріп берген кезде мен соны сүйіп отырып жедім деген сияқты сондай бір аргумент ретінде келтіре білу керек та, чтобы басқа біреу оған сеніп оған қарсы келе алмайтындай жағдайға жеткізе білу керек та. Сыни ойлау қабілетін дамыту керек. Причиналар айтып, иә, мысалы Иә. аналогия келтіріп басқа жақпен салыстырып соны. И тілді мысалы соңғы мақсат, мысалы тілді үйреніп біттім, мысалы ағылшын қандай да бір нәтижені алдым, иә, армандаған бір балға жеттім, и болды, сонымен бітті емес. Негізі ол тіл құрал ретінде қараса дейміз да. Мысалы кез келген маман иесіне қажетті инструмент болып қалды ол қазір. Математик боламын десе де, мысалы Иә. биолог боламын десе де, или там кез келген инженер боламын десе де, кез Барлық келген салаға дәрігер, керек қой, барлық ғылымның тілі болғандықтан ол уже қазір қажеттілік болып қалды, базовый Иә, қажеттілік иә, болып қалды. Еще ол барлық салаға көмектесетін андай сияқты. Бізде енді ғылыми жұмыстарға енді ашылып жатыр ғой Қазақстан. Бізде прям зерттеп отыратын фабрика нелері жоқ деген сияқты базалар жоқ та. Мысалға мен өзім неге шетелге барғым келеді деп өзіме сұрақ қойдым алдында. Сол кезде уже Америкада мен білем да, күшті клиникалар бар, и олардың мына жақта клиникалық мысалы больницалар нелері болғанымен, мына жақта сол больницадағы жұмыстарды зерттеп жататын отдельная команда, то есть профессорлар жұмыс істеп жатыр да. Вот солардан біздің алатынымыз көп қой. Вот сол үшін де баруға стоит деп ойлаймын. Енді Америкаға оралсақ, Америкада осы 4 жыл тұрған кезде отбасылық бірлікті қалай сақтай алдыңыздар, және бір андай біз енді отбасы болып жатқанда түсінемін да мен, өйткені сондай этаптан өтіп жатқан жас отбасылардың бірімін. Андай қиындықтар болады, не болады, ал сіздер еще ар жақта шет елде бір-бірлеріңіздің андай мақсаттарыңызды біріктіре алып, еще сол мақсаттарыңызды орындау үшін Қазақстанға оралып отырсыздар. Прям респект деп айтатын едім. Өйткені шынымен де ана жақтағы жайлы өміріңді қалдырып бір осында келіп жұмыс жасаймын не деп план қою үшін іште бір үлкен миссия болу керек та. Әшейін жайдан жай мысалы қалып кеткен қазақтарды да білеміз. Одан бөлек жай оқып келді и бұрынғыдай жүрген қазақтар да көп қазір. Мысалы шетелге алдын ала сіздер мақсат құра алып тұрсыздар ғой. Вот барған кезде осыны алып келейік, Қазақстанға осы жағынан пайдалы болсын деген сияқты. Вот сол миссияны біріктіруде не көмектесті? Ортақ мақсат, сол өзіңіз айтып кеттіңіз. Біз жас жұбай үйлендік, 4 ай ғана осы Қазақстанда болды, одан кейін бірге Бостонға аттанып кеттік. Сол жағдайда бізде жаңа отбасы болғандықтан өзіміздің ортақ мақсатымызды қойып, отбасылық дәстүрімізді белгілеп, сол бойынша жүріп өттік. Қандай да бір кедергі болатын болса, қиыншылық болатын болса, ортақ мақсатқа қайтып ораламыз, соны талқылаймыз. Солай біз барлық қиыншылықтардан бірге жүріп өттік деп ойлаймын. Сосын жаңағы білімнің зекетін беру дейтін бар ғой. Мысалы бізге Қазақстан қаншама инвестиция құйып жатыр. Мен өзім мысалы нешқа дейін Нұрсая Тілендиев атындағы мектеп интернатта оқығанмын. Ол жақта да жатып оқитын интернат мысалы ше. Одан кейін КБТУ-да тегін оқыдық мысалы, болашақпен оқып келдік. Оның бәрі қаншама инвестиция біздің дамуымызға құйылып жатқан.
и одан кейін жаңа IT компанияда жұмыс істеу мүмкіндігі бұйырды. Осының бәрін қорыта келе біз Қазақстанда бір мектеп жасынан бастап негізі кез келген жастағы адамға ә, қандай да бір пайдамыз тисе, мотивациясын өсіре алсақ, ол адам сүріп жатқан өмірі жақсы пайдалы екенін білсе, мысалы біз оған қандай да бір шабыт сыйлай алсақ, ол біздің жемісіміз деп ойлаймын да. И мысалы қандай миссиямен келдік деген кезде Қазақстанда мысалы біз мен қазір академияда жұмыс істеп жатырмын, иә, ғылымдық әлеуетін көтеру мақсатымыз да бар. Мысалы, иә, жалпы адамның білімі тоқтамаса, ол өзінің саласының маманы болса, кез келген жерді жарып шығатын, соны жеткізгіміз келеді да. Қорытындысы ретінде осы жастарды өзін дамытуға қатысты қысқа осы 3 нәрсені дамыту керек деп 3 кеңес айтсаңыздар. Біріншісін айтайын, отказ ала білу керек. Одан кейін тағы да айтайын. Тағы отказ алу керек. Жоқ, психологиялық өзін дайындау керек ше. Ағылшынмен байланыстыру керек. Өйткені көбісі оқып бастайды, 3 ай оқиды, оларға уже мотивациясы жоғалып қалады. Ал негізі оны өзі іштей қалап, іштей ағылшынға деген ынтасы болу, талабы болу керек та. Олсыз ұзаққа бармай қалады көбісі. Сол мотивациямен көп жағдайда ұзаққа бармайды. Сондықтан дисциплина керек, жүйелі түрде оқу керек. Жаңа ұзақ мерзімді жоспарын кішігірім жаңа шақтарға бөліп жүріп тұру керек. Иә, үздіксіз аз-аздан деген сияқты. Иә. Негізі мен де соған қосыламын. Мысалы, дисциплинаны дамыту керек, денсаулыққа қарау керек, мысалы фастфуд жей бермеу деген сияқты, спортпен айналысу керек. Ол өте маңызды деп ойлаймын, себебі қандай да бір менталдық процеске кіріспей тұрып, адам өз физикалық дайын болу керек, иә, ол нәрсенің бәрін көтере алу керек. Сол аз-аздан жасай беру керек деп ойлаймын. Негізі көп нәрсені мақсатын ұмытпай, негізі қасында бір ментор болған жақсы. Мысалы қандай да бір профессорлар болады, жұмысында мысалы менеджері деген сияқты, или ортасы болып сондай бір адаммен бірге жүрген жақсы. Негізі жамағат болып жүрген деп айтады ғой, мысалы исламда тоже. Сол сияқты қасында топпен, адаммен бірге жүріп, мысалы егер үйленген семья болса, бір-бірін қолдап сөйтіп тырысса, бәрі мүмкін болады деп ойлаймын. Осы тұста Ася мен Айшерге тағы бір сұрақ қойып кеткім келіп тұр. Америка туралы айттық, бірақ болашақта әлі де ашып айта беретін боламыз. Дәл қазір осы бір историяларыңызбен бөлісіп кетсеңіздер, Америкада осы менде қатты есімде қалған деген. Ең алғашқы кезім есімде, Орконтралмен барған кезде, ол Аляскада Анкоридж деген үлкен қаласы болды. Аляскаға барғам. Самолетпен Нью-Йоркқа қондық, Нью-Йорктан Анкориджға қондық, сосын Анкориджді аралайын деп Анкориджға шығам. Сөйтіп қалада чемодандармен кетіп баратам. Сөйтсем үлкен грузовик айдап кетіп барған кісі хай деп қояды да маған ше. Сосын хай деймін. Сосын тротуармен кетіп баратам, чемодан қолда, хай деп қарсы кетіп барған адам хай дейді. Мен неге бәрі хай дейсем, сөйтсем ол жақта обычный құбылыс екен, жаңа көшеде кетіп баратқан көзбен көз атыспаса, Эмоциональный ол жақта адамдар. көзбен көз атыспаса хай деп кетеді да. Сол мәдениет маған қатты ұнады. Өйткені исламда да айтады ғой, жаңа бір-бірлеріңе сәлем таратып жүріңдер деген сияқты. И сол жақтан мен сүннетті көрдім десем болады. Сол қызық болды. Иә, мен мынау ең басында барған кезде бізде кішкене джетлаг болды. Таңғы 5-те ма тұрып аламыз, ұйықтамаймыз. И сосын енді үйдегі заттар бітіреміз, далаға шығайық дейміз да, сосын продукт алуға таңғы 8-де барамыз ғой, Whole Foods'a. Сөйтсек ол жақта бәрі ата әжелер жүр да. Олар не алып жүр деп қоямын. Бізбен жасты адамдар жоқ, и олар бізге біртүрлі қарайды да. Мыналар не алып жүр деген сияқты ше. И оказывается, ол таңғы 8-ден 9-ға дейін ол сондай зейнеттегі адамдарға арналған сондай 1 сағат екен да. И соларға скидка бола ма сондай екен. Біз андай джетлаг болған соң таңертеңмен тұрып таңғы 7-те қыдыратынбыз ғой жұмыс. Таңғы 7-те тұрамыз, сөйтіп сразу жол жөнекей қайтарда продукт ала салайық деп сөйтіп жүрміз да. И сондай қызық моменттер көп болады. Әр жаққа мысалы білмейсің, бірақ музейге кіресің, ал ол жақта ол қазір кіретін уақыт емес деген сияқты, сөйтіп әртүрлі нәрсені зерттеп қарап көріп жүрдік кейін. Рахмет, бүгін өте пайдалы ақпараттар алдық. Сіздерге осы опыттарыңызбен бөліскендеріңізге рахмет. Жобаларыңыз жемісті бола берсін. Рахмет.
достар, бүгінгі ақпарат сіздерге де маған да пайдалы болды деген үміттемін. Бүгінгі подкаст өте әсерлі болды, және мен осы орталықта сіңлім және күйеуіммен барлығымыз бірігіп оқып жүрген кезде менде бір андай өмірге деген жаңа екпін пайда болғандай болды. Сіздер де егер дамуды қолдайтын бір потолокта тұрып қалғандай сезінетін болсаңыздар, негізі халықаралық деңгейге мән беріп сол жаңалықтарды қарап деген сияқты шетелдік әлемнен не аламын деген сұрақтарды қоя бастасаңыздар, ағылшынға деген махаббаттарыңыз ашылады деп сенемін. Бұл подкастымыз әлі де жалғасын табады. Сіздерден өте көп қолдау күтеміз. Пайдалы болады деген достарыңызға бөлісіп қойыңыз, және де біздің каналымызға тіркеліңіздер. Нормально шыққан сияқты. Құдай қаласа, иә.